Йоу, достар, барақтардан сәлем, сендермен мен бүгін елдармын. Және қасымда бауырларым Нұрали мен Мәди. Амныңыз қойындар дейін десем, сен өзің жалғыз отыргенсің ғой, Нұрали, давай, амныңыз қой. Барлығына ассалаумағалейкум достар. Иә, міне Нұрали, бұл Нұрали, Крусар дейтін, бұл Мәди, неме дейді? Раян дей ма? Раян дейтін, короче, біреу. Бұл ойын қандай десеңдер, достар, қараңдар. Бұл ойын Атака Титанов дейтін ойын бұл, достар. И, короче, бұл жерде біздің цель, қараңдар, достар, бұл жерде, если ойынды ойнаған болсаңдар, сендер білесіңдер, білмейтіндерге түсіндіріп кетейін. Бұл жерде, короче, титандар өлтіру керек, бұндай даже сериал, аниме бар, көрмеген болсаңдар, обязательно көріңдер, вроде өте қызықты. Настолько жестокий мультик, короче, аниме жесткий, бірақ, но күшті мультик. Өзім тоже көре бастадым. Бұрында көрген, мен қазір қайтып көре бастап жатырмын. Мен достар қараңдар, канат, короче, каждый адам, міне мысалға, мынау менің түрім дейін десем, менің түрім осындай, в общем. Шын өмірде осындай болмаса да, ойында осындай. И, в общем, қараңдар, достар, мен катана болады, осындай тростарым болады, в общем. Троспен ұшасыңдар, короче, мені титандар, но осылай, ойбай, мен став алды, қараңдар, став алды мені, и, в общем, жеп қояды, көріңдер ма, достар. Біздің цель 19 титан жеу, жеңу, короче, өлтіру. Уже он жетеу өліп қалған десем болады, в общем, я. Мәди мен Нұрали өлтіріп отыр. Міне мысалға, Нұрали 3 килл жасаса, Мәди 4 килл жасапты. Молодцы. Маған қалдырасыңдар ма? Давайте, мынаны өлтірейін. Короче, сары шашты титанды. Артынан келіп көріңдер ме, достар? Арты, затылық емес пе, заты, қалай айтады ма? Желке. Я, мойыннан өлтіресеңдер, короче, достар, ашық тұрады ғой. Онда болады, который андай жауып тастайтындар ма? Или жоқ, мультикта жауып тастайды, я. Неде ойында ол ашық тұрады, андай қорғанады ше, басында қорғанады, қазір көрсетемін сендер қалай примерно болатын. Міне осы ұшып жүресіңдер, короче, азот, жаңа газ, азот дейтін болады, в общем, сонымен заправить етіп, осылай жүресіңдер, мысалы қараңдар, мынау қалай түсіндірсем болады сендерге. Мысалға, көрдіңдер ме, қорғанып жатыр, көрдіңдер ме, бестерін қорғайды, сен артынан барасыңдар да, осы артынан барып өлтіріп тастауға болады. Қазір міне арты ашылды ғой, мойны, көрдіңдер ме, достар? Бірақ үлгермей қалдым, міне ашылды. Өлді ма? Міне өлді, көрдіңдер ме, достар? Дәл осылай, в общем, осылай жалғастыра бересіңдер. И каждый неге килға награда береді, я, вроде? Не, ақша береді, достар. И солай, в общем, өз-өзіні качать етесіңдер. Качать етіп, в общем, колоссальный титан деймін, короче, бір нәрсеге жетесіңдер, солай. Астында жизнь тұр, оның байқандар, ұмыт кетпеңдер деп сендерге реклама жасап кетіп жатырмын. В общем, көбісінің сұрағы Нұрали осындай шер, я. Үшеуі қайда жоғалып кетті деген, я? Иә, сондай сұрақ туындайтын болса, достар, біз қайдағымыз, біз Америкада болдық десеш. Біз қолымыз тимей кетті үшеумізде, иә, үшеумізде де, как сказать, оқу жұмыс десем болады, үшеум, достар. Но бізде бәрі жақсы, Аллаға шүкір, бәрі нормально. Біз қайтып ютубқа оралатын боламыз, точнее оралдық. Неше, спустя бір ай ма, или 2 ай ма, қанша ай болды? Бір жарым айдай болып қалды енді. Ол осы бір жарым айда қаншама зат өзгерді, былай айтсақ, короче, достар. Мен өтіп кеттік, біз қараңдар, достар. Бұл легкий режим. Көрдіңдер ме? Мен өлтірдім 2 титан дейді, короче. Кеттік, давай, повторение. Давайте, достар, кеттік қайтып ойнаймыз. Маған 388 опыт берді, хп дейтін, жаңа опыт қой, XP дейтін. Золото 1020 теңге берді, өшім, достар, көрдіңдер ме? Сендер көрмейін шашындар да. 1600 золото берді. Чем больше килл, достар, қарандар, тем больше монет дейді ғой. Былайша айтқанда. Мысалы мен жаңа 11 килл жасадым ба? 11 киллға 1600 теңге берді. И вообще сол теңгелермен сендер, достар, оружияны качать етесіңдер, жаңа азот, мазот, в общем, секретін, скорость, спидометр бәрін көтере бересіңдер, солай, достар. И солай дамып кетесіңдер. Былайша айтқанда. Неше? 3-4 минутта өлтіріп жатқан, мені мен өлтірген, мен 1 килл жасадым. Жоқ, 2 килл жасадым, мейлі. 1 килл шығар. В общем, сол, достар, қайда жоғалып кеттін десендер сол. И, в общем, болашақта Алла қаласа, біз жазғы уақыттарда, жазғы мезгілде үлкен пландарымыз бар. Видео ютубқа түсіру деген көретін боласыңдар, достар. Ол планды орындау керек бізге. В общем, достар, әлі талай қызық болады, бірге көретін боламыз, точнее, я. Так что көтіндер, асыға көтіндер, достар. Әлі бір талай қызық болады.
айтпыш, бір сөзбен айтқанда. Давайте кеттік көрейік. Міне артынан келдім, қараңдар достар. От третьего лица мен өлтірдім бе, кім өлтірді? Иә, мен өлтірдім, қараңдар достар. Стрек дейтін, стрек дейтін. Біздің цель, қараңдар достар. Біздің цель 20 килл. Исцеляйте раны дейтін қалай ол? Неге ма? Газға барасың ба, сол ма? Или че? Иә, міне ақ шашты шал, короче, титан. Сериалды көрген болсаңдар, обязательно комментарий жазып кетіңдер достар. Обязательно лайк достар. Бұрынғыдай дейм бе? 15 лайк жинап кетсеңдер достар, осы видеоның астына. Келесі видео шығатын болады, келесі часть осы видеоның астына. Либо 20 лайк жинасаңдар, келесі новойдан видео ойын түсіретін боламыз. Если 15 лайк жинасаңдар достар, осы Атака Титановтың новый сериясын шығаратын боламыз достар. В общем, сөзбен айтқанда. Иә, Нұрали? Иә. Сол бір талай қызық өзгерді. Неше түрлі заттар өзгерді десеш. Новый год болды деп. Да, в общем, қызықты ойын достар, қараңдар. Екі теманы айтып жатырмын, бір жағынан оқып жатсаңдар достар. Обязательно оқыңдар. Подписчиктарға үлкен рахмет. Сол қандай болды? Қанша болды бізде? Потолок 12200, 12500 ба? 12500 болды ғой, сонда бір нәрсе болды. Сол әлі енді 300 подписчик қайда кетіп қалғанын білмеймін. Но 12200 әлі тұр. Сендерге үлкен рахмет. Большой рахмет, поддержка. Үлкен рахмет, короче, бір сөз айтқанда. Бізге сеніп отқан жігіттер ғой, балалар ғой. Дұрыс айтам ба, Нұрали? Так что алғысымыз шексіз, былайша айтқанда. Екінші килл жасап жатырмын ба? Или бір өлтіріп кетті мұны. Давайте ақ шашты титан. И бұл титандарда, в общем, байқағандарындай дәу. Неше метрлік бар? 20 метрлік бар, 60 метрлік де бар, иә? 60 метрлік де бар. Колоссальный титан дейтін ол, анау, бронированный, тонированный дейме, бір әселер, в общем. Там, жаңағы анау, главный геройны айта қалай, Рик па? Главный геройның аты Эрен, в общем, соның қасында, короче, достары болады, короче, үлкен-үлкен. Сол екеуі, короче, біреуі бронированный, біреуі тонированный ма? Біреуі қалайды? Колоссальный, короче, екеуі достар, и тағы бір қыз бар, Энди дейтін, иә? Олар үшеуі, андай, не болып жүреді, жаңағы, титан болып жүреді, короче, адам обычный, бірақ титанның айнала алады. Бірақ көрген шығарсыздар барлықтарын. И в общем сол. Міне қараңдар, уже екінші миссияны 3 минутта орындап тастадық достар, қараңдар. Өте үлкен нәтиже. 1016 теңге, 385 опыт. Плюс дополнительно 10 опыт берді. Тағы какой-то бір рейтинг көтерілді бір. Иә. И в общем сол Энни ма? Энни, иә, Энни дейтін қыз үшеуі, короче, жаңағындай қалай айтады, дивиденд дей ма? Девиант дей ма? Сондай фигня болып жүреді үшеуі, короче. Ешкім білмейді оларды, иә? Спойлер етпей ақ қойып. Ну, в общем, көретін болсаңдар, өте қызықты, бірақ байқандар психикаларында өте ауыр сериал, иә? Тағы да қандай аниме совет бере аласыңдар, достар, обязательно комментарий жазып кетіңдер. Сондай сияқты, типа сондай жанрда. Нарутоны айтпай ақ қойыңдар, Нарутоны көріп тастағанмын жүйткенде. Қандай тағы да бар, айтыңдаршы. Соны обязательно комментарий жазып кетіңдер, біз көретін боламыз, соған қарсы видео түсіретін боламыз, даже если ондай ойын болса. Давайте кеттік достар, үшінші катка көрейік, қалай міне қарандар. От первого лица, в общем, мен өзіме осындай катана, катана ма, біраз отып алған, в общем, достар, қарандар, эпический. 1500 жаңағы теңге дегенде сол Роблокстың монетасына міне бетіне атака жасайсыңдар, ой, көріңдер ма? Қорғанат. Ойбай. Не болып кетті? Текстура ішіне кіріп кетті ма? Қорғанат. Ой, қорғанат, қараңдар достар. И өлтіріп дейсіңдер. Біраз жылдар өлтіріп көрейін, бақ көріңдер ма достар? Мойнын ашық тұр ғой. Ой, несі? Беті жабық тұрғанда, оны артынан барып, осылай өлтіріп кетті болады. Міне, оп. Үлгермей алдым тағы да қазір осындар. Жігіт па, ол ма, қыз ба, не мынау? Өлді ма? Өлді, көріңдер ма? Және арқасына, точнее, мойнына, желкесіне тигіздім. Солай өліп қалды, общем, достар. Міне достар, короче, тағы да бір нәрсе айтып кетейін, білмейтін болсаңдар, мынау сары тұрған, міне мысалы, сендер көрсетейін, міне қанатпен мінесіңдер ғой сарыға. И в общем, мына жерде андай запастар, қалай айтуға болады? Запас, короче, азот. Азот та ба? Газ ба, азот па? Ойбай. Я, короче, осы фигня. Осы толтырасыңдар, қараңдар достар, міне. Осы келесіңдер мына жерге. Онда екеуі болады ма, үшеуі болады ма? В общем, міне келесіңдер де толтырып кетесіңдер. Көрдіңдер ме? Астында тұр ғой табло. Астында оң жақ астында үш-үштен тұр. Ол, значит, оружияның жизни. Мына жақ сол жағында 72% ол қалай айтсам болады. Газ ғой, иә, газ, в общем, достар, сондай.
сондай жағдай. В общем, өте қызықты сериал, өте қызықты ойын. Біз 27-ші орындамын мен осы ойында әйтеуір. Мәди 31-ші, мен Нұрали 30-ші орында достар. Иә, өте қызықты ойын. Бір кірсең шықпай кетесің деген сияқты әңгіме ғой. В общем, қараңдар, міне кездестірдім достар, қараңдар. Хоп, захват. Хоп, міне желкесінен келесіңдер де осы өлтіріп тастайсыңдар, есі өлмей атса. Тағы да. Хоп, давай. Мәс. Менде уже көрдіңдер ме достар? 10 жақ астына қараңдаршы, мен нем бітіп қалды, перезарядкам. Так что мен оны зарядтаймын и дальше кете берем. Бұл еще легкий уровень, бұдан да даже сложный уровеньдер бар. Сложный, нормальный дейтін оларға. Ол үшін нормальный уровень көтеру керек достар. Мысалы мен нормальныйды ойнай алмаймын. Нормальный. Мына мен килімдер ұралып кетті, Нұрали, сен ба? Сен ғой? Фиолетовый сен ба? Ну вот, мәди көк әні үшір қара. Міне ол. Міне достар, үшінші қоя бұл ойнатқанбыз. Үшінші катканы 3 минут 17 секундта бітірдік достар, қараңдар. Маған 22. Повторение? Кеттік достар, тағы да 4-ші дейін боламыз. Қараңдар, 1022 теңге берді, 389 хп, және опыт. И тағы да бонус ретінде 10 опыт. И удача дейді. 13 титан өлтірдім дейді Нұрали. Мен всего лишь 2 титан өлтірдім. Так что вроде өте қызықты ойын. Роблоксқа рахмет осындай ойын шығарғанына, иә? В общем, сол әлі талай қызық болады достар. Біз жоғалып кеткен себеп сол, в общем. В общем, достар, кеттік. Енді осы жолы мәди ойнамайтын болды. Нұрали екеуміз ойнаймыз. Мен как футболда комментатор сияқтымын, иә? Кеше көрдіңдер ме, кім футбол көреді достар? Кеше Арсенал мен Реал ойнаған болатын деп теманы ауыстырып жеймін. В общем, өте жесткий матч болды, қараңдар достар. 3-0 сухую Реал ұтылып қалды Арсеналдан. Еще штрафнойдан жаңағы Райс дейтін вообще защитник қой ол. Райс, защитник біреу айтып жүр. В общем, сондай защитник па, білмей, сол игрок Райс дейтін. Жаңа 67-ші минуттарда көрдіңдер ме достар, қалай девяткаға прям дөп-дөл тигізген. Это вообще офигеть. Мен басында ойлағам Реал енді железный Реал ұтады деп. Но что-то осы жолы болмай қалды. Енді ответті қайтарады шығар деп ойлаймын енді, иә? Как думаешь, қайтару керек қой по-любому. Енді мынау ұтылып қалған осылай позормен кеткен енді білмеймін. Қалай болды? Көрмеген болсаңдар, обязательно достар, ютубта обзоры бар. Яркие моменты деп қараңдар, көресіңдер достар. Өте қызықты болды. Давайте кеттік, ойынға оралайық. Да, мынау неме кемпірлер ме, біразілер, иә? Мен, мысалы достар, мен қазір ютуб дептім ғой. Қалай айтсам болады. Осы сериал емес, Спартак Титан сериалда мен 2-ші сезонын енді бастап көріп отырмын. Ондай қалай нормальный сериал по идее. Қызықты. Ана жерде бір әдемі қыз бар, сары шашты. Аты кім? Титан дедім. История дейтін бір қыз ба, білмеймін. Кішкентай қыз, сары шашты. Анау кім? Айтамын ба? Женись ко мне деймін, на мне деймін, приколдар. Білмеймін, какой-то бір... Титан айтты оны, Титан ойдым. Ой, жаңағы ше. Бронированный ма, тонированный айтқан. В общем, сол бір жағынан комедиясы да көп, бір жағынан убийстводен көп, иә? Осы деген екі осылай жылып алады, жаңа Титан ұстап алады, осылай. Екі алаттан жұлып тастайды, басын жұлып тастайды, там ішінде жұлып тастайды. В общем, фигня, по идее, сурет қой әшейін. Так что, Нұралиді қарасайшы қалай таш деп жатқан. Мә, достар, зацените қалай. Әдемі өлтіріп отыр ма негізі? Хоп, мәссаған. 5-те 8 килл дейді достар, қараңдар. Мен 5 килл жасап уже үлгерген не. Тағы да 3 килл жасады. Тағы да 3 килл керек достар. В общем, мен ойын бітейін деп тұр ғой, примерно. Міне нәжде главный, білет жарсыңдар, там что за здание нәжде, короче, жаңағы игроктар нетеді, газдарын толтырады. В общем, солай достар. Самый әдемі жерлер десем болатын шығар ойындағы. Бұл не, лес па или не, шаншина ма? Шиганшина дейтін жер достар бұл. Әне үшін шығалам ба? Шыға алмайым да. Қысылып қалдым. Мен өлтіре алмай қалдым ба, Нұрали? Ой, хоп. Мен мойынан өлтірдім ба? О, әдемі. Дәлші кеттік, тағы да екеу бар, қарандар. 16-нын 14-і бар әлі. Кеттік, көрік. Сен аны өлтіріп атқан жоқшасын енді. Өлтіріп ба? Енді келдім мен қара.
ой мен зарядкам бітіп қапты ғой қараңдар достар. Енді перезарядка жасадым. Енді қылышымды қайтып қайрап алдым десем қателеспейтін шығармын. Кеткі арты ашылды қараңдар достар. Хоп, болды ма? Мына көрдіңдер ме достар? Бір удармен де жібіліп қалды бұл титан. Арты ашылады, сондай бір тактика бар, если что достар. Ұталмай атсандар, сөйтіңдер давайте. Міне қараңдар. Бұл катка 4-ші катка, я, бұл біз оны время прохождения қараңдар достар. 3 минут 43 секунд. Урон 622 урон, убита титанов 7 дейді. Қалғанын нешесін? Қалған 9 не? Қалған 9-ын ралли өлтірді. Маған не берді қараңдар достар. 7 килға маған 1250 жаңағы не, золото берді қараңдар. 10 опыт бонусный. И 473 хп и бір рейтинг, награда десем болады. Міне достар, короче, біз главный экранға кірдік. Короче, менде қараңдар достар, 6500 теңге золотан бар дейш. Есіңдер көрсетен қалы өшті етті көрек, оның главный экранға кіресіңдер мені, я? Ускорение деймі? Осылай тұрады. Задачи дейді, мені осы жерден аласыңдар жаңағы ақша, в общем, за каждое движение, в общем, заданияға, в общем, ақша береді мені қараңдар достар. Длина клинка дейді. Улучшить етуге болады, мен мысалы қараңдар. Енді улучшын, я? Маған D+ керек, чтобы келесі уровенға жету үшін жаңағы сложныйға, маған жету үшін мен қазір нормальный ойнай аламын, нормальный ойнай алады. И бізге сложный керек. Сложный ойнау үшін D+ға жеткізу керек. Көрдіңдер ме достар? Менде мынау 2000-ға міне, газ міне, газ дейтін фигня. Осыны улучшить етем 2000-ға. Сосын менде қазір қараңдар 4000 қалады, 4,5. Мен оны улучшить етем, неге улучшить етуге болады? Мен улучшить етуге болады, шанс критики дейді. Давайте нан 3000 улучшить етейін. Міне 5000-ға шейін улучшить етуге болады. Сосын 5000-дан кейін дальше уже дальше кете береді. Міне мысалға менде қараңдар достар, 1700 не бар, я? Кристалл, ма? Кристалл ма, не аты? Кристалл дей берейік, короче, инвентарь, жоқ, рынок. Мен айтайын ба, не ашқым келеді? Короче, анимация звезды дейтін бар, міне анимация звезды 3. И сосын 3-4 деген бар, қараңдар, міне. Инәжде уже шанс көп деген сияқты ғой, түсіруге жаңағы нелерді. Мысалға менде тұрған мынау эпический мен, жаңа көрдіңдер ме достар, менде тұрған қылыш, осы 67% тұрған осы. Енді мен оны тағы да ашайын ба деп тұрмын. Жарайды, ашып көрейік, бір покупка. Кеткісендер көз алдырында ашатын болам достар, көрейік. Енді оның қайдан алады, инвентарь, міне, аниме все звезды. Открыть. Кеттік, эпический сундук қал, көрейік не түседі. Не Бакуя дейді. Бакуя? Уже редкий, да? Редкий. Көрдіңдер ма? Қазір рынокқа қайтып көреміз, оны көру үшін міне. Басасыңдар да қайтып міне, мысалға менен артындағы 4-17% достар үшін көрдіңдер ма? Сатып жүресем қаншаға шығады екен? 1000? Қайдан білесің мұны? Мен 1500-ге сатып алдым, 1000 теңге 500 кристаллын жеп қоямын. Мен бұны тоже 1500-ге сатып алдым. Бұны мен 5000-ға сатып қойғанмын. 5000-ға сатып қойғанмын достар, қараңдар. Жоқ қойшы. Все достар, келесі чайс күтем десеңдер, осы ойыннан біз дәл ойнайтын боламыз достар. Біз қазір мен 28-ші уровеньға көтерілдім, Нұрали 37-ші уровеньға көтерілді, жаңағындай мен сияқты оружие ашып. Все достар, келесі чайс күтем десеңдер, осы видеоның астына 15 лайк обязательно жинап кетіңдер, Нұрали. Все, біз қоштаспаймыз. Всем пока.